أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұхтарам жамаат, сіздермен ағатай сабақтарымызды жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біраз үзіліс болып қалды, мынау Тариқатул Мұхаммадия кітабынан. Бүгін не істейміз? Соны ағатай жалғастырамыз. Жалпы бұл сабақ ақлақ дейді ғой. Мінез құлық сабағы. Яғни адамның мінез құлығына байланысты дүниелерді не істейміз? Айтатын боламыз. Соның ішінде біздің келген тақырыбымыз ар-рабиу вал арбаун, яғни 44-ші жүректің дерті. Әл-ясу мин рахматиллахи та'ала, яғни Алланың рахматынан күдер үзу. Түсінікті? Алланың рахметінен күдер үзу. Терять надежду. Енді бұл не нәрсе десек, күдер үзу деген. Имам Беркеуи айтып жатыр. Вахуа тазаккуру фавати рахматиллахи та'ала. Бұл дейді адам өзін не істейді? Алланың рахматының жоғалғандығын есіне алады дейді. Адам өзі Алланың рахматының жоғалғандығын есіне алады. Ва фадлихи, және Алланың кеңшілігінің өзіне қатысты жоғалғандығын істейді, әрдайым есіне алып жүреді дейді. Ва қатхул қалби ан зикрихи, және адамның жүрегінің жаңағы Алланың рахметі деген бар ғой, содан істейді, жалпы үзіледі. Түсінікті ғой? Адамның жаңағы жүрегі ажырайды соны еске алудан, Алланың рахметін еске алудан, Алланың жаңағындай кеңшілігін еске алудан, кешірімін еске алудан адамның жүрегі істейді, мүлде ажырап кетеді. Уахуа куфрун кәл амдид. Бұл нәрсе жалпы осындай көзқараста болу, бұл күпірлік. Түсінікті ғой? Осындай көзқараста болу, бұл күпірлік. Не секілді дейді? Әл-әм дейді. Әм деген жаңағы Алланың азабынан аманмын деген адамдар болады ғой. Сондай өзін амандықта, есендікте сезінетін адамдар болды ғой. Сондай көзқарас болса, бұл да күпірлік. Енді осыны жазып қояйық. Алланың рахметінен алыстағандығын есінде болу. Сосын рахметін, кеңшілігін десе болады. Кеңшілігінен және жүрегі мүлде ажырау. Яғни осы Алланың кеңшілігінен, рахметінен адамның жүрегін істейді, түбегейлі ажырайды. Алланы былайша айтқан кезде еске алудан. Бұл не? Бұл дерт үкімі қандай дедік біз? Күпірлік, күпірлік болып табылады. Енді осының қарама қайшы ұғымы бар. Біз әрдайым істейміз, бір жаман дертті айтсақ, сол дерттен кейін міндетті түрде несін айтамыз? Емін емес, қарама қайшы ұғымын. Яғни емін деп атқан бұл жерде кімде-кім мынау жалпы Алланың рахметінен күдер үзудің не екенін білмесе, ол емделмейді бұдан. Енді біз түсіндік қой не екенін оның. Оның несінде түсіндік? Не нәрсеге алып баратындығын? Күпірлікке алып баратындығы, яғни последствиясы дейді ғой, түбегейлі несі, салдары дейді ғой. Қорытындысы, нәтижесінде неге алып баратындығы түсіндік. Яғни осы нәрсені түсінгеннен кейін адам бұның қандай үлкен дерт екендігін, адам не істей бастайды, бұдан алыстай бастайды. Енді алыстаған кезде міндетті түрде оған не керек болады? Қарама қайшы ұғымы керек болады. Қарама қайшы ұғымына келетін болсақ, антоним дейміз ғой біз. Ол не екен? Уадиддуху ар-раджа дейді. Яғни қарама қайшы ұғымы кенше не ол? Үміт. Түсінікті ғой?
мынаның қарама қайшы ұғымы не екен? Үміт ету. Қарама қайшы ұғымы. Енді үміт етудің не десек? Уахуа иптихаджу қалби бимарифати фадлиллахи таала. Үміт ету деген сөз, яғни Алла Тағаланың кеңшілігін білген соң, адамның жүрегі не істейді? Масаттанады, қуанады. Түсінікті ғой? Алла мейірімді екен ғой, Алла кешірімді екен ғой деген секілді осы нәрселерді еске алуменен не істейді? Жүрегі тыныштық табады және қуанады, соған масаттанады. Ва истираху иля саати рахматихи. Яғни Алланың кешірімнің кеңдігіне сенім артады осылайша. Түсінікті ғой? Сол себепті керісінше адамдарда не болу керек? Үміт болу керек. Жаңағындай үміт үзуден, күдер үзуден не істемеу керек? Ондай дертке шалдықпау керек. Керісінше адамның әрдайым үміті зор болу керек. Әсіресе қай кезде? Адамның өлім халінде. Түсінікті ғой? Ана біз айтамыз ғой, адам қайтыс болатын кезде әрдайым не істейді? Қиналады. Сол қиналған кезде оған әрдайым осы нәрсені еске алып отыру. Алланың кешірімі кең, Алланың рахымы кең. Алладан не істе? Тәубе етіп қал, кешірім сұрап қал. Түсінікті ғой? Осы нәрселерді не істеу керек? Көбірек айта беру керек. Түсінікті ғой? Өйткені не? Алла Тағаланың басқа бір пайғамбарымыздың хадисінде келеді, адамның менің құлымның ойы мен жайлы қандай болса дейді, мен оған сондай мәміле жасаймын дейді. Түсінікті ғой? Адамның жалпы ойы кім жайлы? Алла жайлы қандай болса дейді, мен сондай мәміле жасаймын дейді. Өзі ойласыз, өлерде сондай ойда кетсеңіз, Алла кешірімді, Алла мейірімді, Алла мені кешіреді. Түсінемін, мен қаншама күнә жасап қойдым бұл дүниеде. Бірақ сол күнәларымды жасағандығын мойындаймын. Қателесіп істедім, содан не істеймін? Кешірім сұраймын деген секілді осындай тәубемен, осындай оймен кетсе, бұның өзіне жақсылық. Түсінікті? Сол себепті де мынау қарама қайшы ұғым ретінде осыны не істеп жатыр? Бізге ұсынып жатыр. Яғни ислам дінінде керісінше момын мұсылман адам осы үмітке не болу керек? Біз айтамыз әрдайым үміт пен үрейдің ортасында өмір сүру деп айттық қой. Бірақ алдыңғы сабақтарда біз айтып кеткенбіз. Қорқыныштан қарағанда не басым болу керек? Үміт басым болу керек деп біз ескертіп кеткен болатынбыз алдыңғы сабақтарда. Сол себепті енді бұл үмітке себеп болатын не нәрсе? Не үшін адам осы үміт деген осындай бір пайда болады сезім? Оған себеп болатын нәрсе зикру сауабиқи фадлихи алейна мин гойри амалин ва шафиин. Өйткені өмірде, жалпы өмірде адам не істейді? Алланың жаңағындай кеңшілігін еске алады да, оған жасаған, яғни бізге жасаған кеңшілігі бар ғой, яғни біз еш нәрсе істемесек те. Түсінікті ғой? Ондай көп қой мысалы. Мысалы біздің кейде дейді, Алла Тағала былай істеп қоюы мүмкін. Біздің әке-шешемізді ізгі кісілердің қатарынан жасап қоюы мүмкін да. Сондай бір семьяда дүниеге келдік, әке-шешеміз қандай? Праведный дейді ғой, ізгі адамдар. Солардың балаларымыз. Бірақ сондай әкеге лайықты болуға біз бірдеме істедік пе? Өзі ойлаңызшы. Сондай шешеге лайықты болуға біз бірдеме істедік пе? Түк те істеген жоқпыз ғой дүниеге келгеніміз жаңа ғана. Бірақ уже Алла Тағала бізді не істеп қойды? Сондай отбасыға әкеп қойды. Түсінікті ғой? Яғни осы секілді нәрсе. Кейде не істейді? Саған жақсы әйел беруі мүмкін. Дәл солай сені жақсы әйелге ие болу үшін не істедің? Бар ғой, кейбір кісілерде болады, бір кейбір отбасыларда болады. Әкесі бір не да, әкесі емес, күйеуі біртүрлі жаман да, бірақ әйелі не болады? Әп-әдемі болады. Немесе керісінше болады. Әйелі жаман, күйеуі қандай? Әдемі. Сонда таңғалады, мына екеуі қалай қосылған деп. Түсінікті ғой? Сонда қарап отырсаң, Алла Тағаланың рахметі ана әйелге жақсы күйеу берген, немесе жақсы еркекке, жаман еркекке жақсы әйел берген. Түсінікті ғой? Сол себепті сондай кейде бір нәрселерді біз істемесек те, Алла Тағала осылай кеңшілігімен не істейді? Бізге бір көптеген осындай игіліктерді береді. Соны не істейсің сен? Еске аласың. Түсінікті? Яғни соны еске алғаннан кейін сол себеп болады не нәрсеге? Алла Тағала осылай да жасауы мүмкін ғой деген секілді. Түсінікті? Сол сияқты не жаңағы мин гойри шафиин дейді. Шафи деген ол не? Шапағат етуші. Кейде Алла Тағала бізге не істеуі мүмкін? Ешбір шапағат етушісіз ақ сұрағанымызды не істей салады?
бере салуы мүмкін. Түсінікті ғой? Мысалы біз кейде нетеміз, бір ауырып қалсақ, қиыншылыққа ұшырап кетсек, келеміз айтамыз, аға мен үшін дұға етіп қойшы деп. Солай сұраймын ғой, мысалы, қанат мен үшін дұға етіп қойшы, самат мен үшін дұға етіп қойшы деп. Осындай бір қиын жағдайлар болып жатыр деген секілді. Бұлар кімдер? Жаңа шапағатшы секілді ғой енді. Олар дұға етеді, сосын солардың шапағатымен не болуы мүмкін? Білмейсің ғой кім ізгі адам Алла тағаланың алдында. А кейде Алла тағала не істейді, сол ізгі адамдарсыз ақ не істей салады? Тікесінен сұраған кезде бере салады. Соны есіңе аласың. Содан кейін ойлайсың, демек Алла тағала не істейді? Біз оған лайықсыз болсақ та, Алла өзінің кеңшілігімен не істей салады? Бере салады. Сосын не? وَمَا وَعَدَ مِنْ جَزِيلِ сауабихи. Сол сияқты Алла тағала бізге не істеген, өзінің сауап беретіндігімен уәде еткен ғой көп. Андай істесең, мындай істесең, мындай сауап болады, андай сауап болады деп, соған істеген сауап беретіндігін уәде еткен дейді. Дуна истиқақина дейді. Ия дейді. Сол нәрсеге біз лайықсыз болсақ та дейді. Мысалы, біз мысалы намаз оқуымыз мүмкін, бірақ сол намазда мысалы біз керемет хушуқпен не істемеуіміз мүмкін, оқымауымыз мүмкін. Бірақ Алла тағала соған не істей салады? Даже солай істесең де сауап бере салады. Мысалы оразада мысалы тоже 30 күн ораза ұстайсың, бірақ сол оразаны кейде не істейсің, өзің 30 күн ұстап боласың ғой. Ұстап болған кезде сол оразаға өзіңнің көңілің толмайды ғой. Алла емес, өзіңнің, сен өзің ойлайсың, мен ана оразада мына күні чисто ұйқымен өтті, анау күні мен Құран оқымадым, мынау күні чисто шаруамен жүріп кеттім деген секілді. Яғни қарап отырсақ, сондай сауаптарға лайықсыз болсақ та, Алла тағала бізге не істей салады? Сауаптарды бере салады. Не істеген үшін? Жаңағы бұйрықты орындаған үшін. Ораза ұстау, намаз оқу деген секілді, сол бұйрықтарды орындағанымыз үшін ақ лайықсыз болсақ та не істейді? Кейде сауаптарды бере салатындығын соны есіне алады дейді. Сосын не? Уасаати рахмати ва сабақуха ғадабихи. Сол сияқты Алланың рахметінің әрдайым ашуынан қалай жүреді? Озық. Сондықтан Алланың рахметі ашуынан озық жүреді. Осы нәрселерді еске алғаннан кейін адам не істейді? Үміт етуге себеп болады осы нәрселер. Сондықтан кейбір тіпті қатты үміт етіп кетеді ғой. Үміт еткендер соншалықты намаз оқымай қояды, ораза да ұстамайды, бірақ Алланың рахметінен не істейді? Үміт етеді. Жүрегім таза деп айтады да. Ешкім жамандық жасаған жоқпын, Алла жымын аптаған жоқпын деген сияқты. Ондайлар да болады. Неге? Өйткені бұл нәрселердің бәрін біз қайдан алып жатырық? Өйткені Алла тағала не дейді? Қал Аллаху тағала Құл я ибадияллази асрафу аля анфусихим дейді. Менің құлдарыма айт дейді. Өз-өздеріне не істеген? Өз-өздеріне жаңағындай зиян жасаған. Бұл жерде зиян жасаған деген сөз, күнә жасаған деген сөз ғой. Күнә жасау арқылы өздеріне істеді? Зиян келтірді да, былайша айтқанда. Біреу емес, басқа біреу емес. Именно өзі. Өзі күнә жасады да, ертең күнә жасаған үшін кім азапталады? Сол адамның өзі ғой. Сол себепті сол күнә жасау арқылы өзіне зиян келтірген адамдарға, соларға Алла тағала дейді, соларға айт дейді, сондай құлдарыма айт дейді. Ла тақнату мин рахматиллах. Менің рахмымнан не істемесін? Күдер үзбесін дейді. Көрдіңіз бе? Яғни менің рахматымнан күдер үзбесін деп Алла тағала өзі ескертіп жатыр Құранда. Өз-өздеріне зұлымдық қылған, өз-өздеріне жаңағындай зиян қылған, күнә істеген құлдарыма айт дейді. Менің рахматымнан күдер үзбесін дейді. Яғни қарап отырсам, бұны Алла тағаланың өзі бізге не деп жатыр? Осылай айтып жатыр. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Себебі Алла тағала расында бүкіл күнәларды істейді, кешіруші дейді. Иннаху хуал ғафуру рахим. Расында ол не? Кешірімді, рахымды деп жатыр. Бұл Зумар сүресінің 53-ші аяты. Басқа бір аятта Алла тағала не дейді? Астағфируллах. Ва инна раббака лазу мағфиратин линнаси аля зулмихим дейді. Расында Раббыларың дейді, яғни кешірімі кең адамдар үшін дейді. Қандай? Зұлымдық жасайтын дейді. Сонда олардың зұлымдықтарына қарамастан, адамдардың өздеріне істеген ба, біреулерге істеген ба, соған қарамастан істейді. Ал Раббыларың сендердің кешірімі кең деп жатыр. Осы аяттарда соны істеп жатыр, бізге есімізге салып жатыр. Сол сияқты пайғамбарымыздың хадистеріне келсек, Ахраджа ибн Абид Дуния ан ибн Мас'удин радиаллаху анху
Абдулла ибн Масуд деген сахаба риуаят етіп жатыр бұл хадисті. Қал Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді: لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد قط حتى إن إبليس لا يتطاول أن تصيبه дейді. Былай жеткен кезде пайғамбарымыз айтып жатыр: алла тағала қиямет күні дейді адамның бір адамның жүрегі мүлде сезбеген жаңағындай нәрсені жасайды дейді. Ешбір адамның жүрегі сезбеген дейді. Не істейді? Қиямет күні, яғни кешіріміне алады деп жатыр да адамдарды. Сондықтан қиямет күні, именно қиямет күні Аллах тағала өзінің кешіріміне, былайша айтқанда, кешірім жасайды дейді. Бірақ сол нәрсені ешбір адамның жүрегі сезбеген дейді. Осылай болатындығын. Хатта дейді, тіпті инна иблиса дейді, ла ятатауала ан тусибаху дейді. Тіпті иблистің өзін істеп қалады. Осы рахым, осы мейірім оған да нәсіп бола ма деп ойлап қалады дейді. Сондықтан рахмет кеңшілігі соншалықты Аллах тағаланың иблистің өзін істейді, үміттеніп қалады дейді. Сондықтан маған да осы нәрсе болып қала ма деген секілді. Сондықтан басқа бір хадисте أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي дейді. Яғни Алла тағала бүкіл жаратылысты жаратқан кезде тағдырды жазған ғой. Сол тағдырды жазған кезде аршының үстіне не деп жазып қойған? Инна рахмати, расында менің мейірімім, сабақат ғадаби, менің ашуымнан озық келеді дейді. Яғни алдым болады дейді, озып тұрады дейді. Сондықтан яғни Алланың рахметі, кешірімі ашуынан не болады? Алдын жүреді деп жатыр да. Осы нәрсені жазып қойған дейді. Басқа бір риуаятта уафи риуаятин тағлибу ғадаби дейді. Тағлиб деген жаңа басым болады деген сөз. Рахметі ашуымнан басым болатындығын айтып жатыр. Басқа бір хадисте Ахраджа Бухари уал Муслим, және имам Бухари Муслим тағы да осы хадисті риуаят етеді. Ол жерде былай деп келеді. Мына хадисті жақсылап өздеріңіз жаттап алыңыздар. Яғни хадистің несін, мағынасын. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қал, Абу Хурайра осы хадисті риуаят етіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи былай деп айтты дейді. Самиату Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яқул. Яғни пайғамбарымыздың былай деп айтқанын естідім дейді. Жаалаллаху рахмата миата джузин дейді. Алла тағала өзінің рахметін істеді, 100 бөлікке бөлді дейді. Сондықтан Алла өзінің рахметін істеген, кешірімін, мейірімін 100 бөлікке бөлді дейді. Фамсака индаху тисата ва тасъин дейді. Өзінде 99-ын қалдырған. Сондықтан 99-ына 100 бөлікке бөліп, 99-ын өзінде қалдырған. Уанзала фил арди джузан вахидан. Ал енді жер бетіне сол 99-ын несін жіберді? Қалған бір бөлігін жер бетіне жіберді. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى сол үшін дейді, осы бір бөлікке бола дейді, қараңыз. Жер бетіне түскен рахметтің бір бөлігіне бола, бүкіл жаратылыстар не істейді? Бір-біріне мейірімділік жасайды. Бүкіл жаратылыс бір-біріне не істейді? Кешірім жасайды. Бүкіл жаратылыс бір-біріне рахым жасайды дейді. Сосын жау мысалын келтіріп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Хатта дейді, тарфау даббату хафираха ан валадиха хашятан ан тусибаху дейді. Тіпті жаңағы не? Бір жануар дейді, өзінің баласынан дейді, анау тұяғы бар ғой, сол тұяғын не істейді? Аңдып басады дейді. Немесе тұяғын тартады дейді. Не үшін? Мынау тұяғыменен анау баласына бір зиян беріп қоюдан қорқып. Сондықтан, яғни Алланың несі сол бір бөлік рахметінен болған нәрсе. Түсіндіңіз бе? Жан-жануардың өзін істейді. Бұзау келе жатыр, баласы кішкентай ғой. Сиыр қасында тұрады да не істейді? Басып кетпейді ғой ешқашан. Соны айтып жатыр да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті сол жануардың өзін істейді, өзінің жаңағындай кішкентай несін, жаңағы баласын басып кетпес үшін тұяғын не істеп отырады дейді, әрдайым тартып отырады дейді. Сол жан-жануарлар не істейді? Сол бір бөлікке бола жер бетіне түскен. Сонда ойлаңыз, не үшін қиямет күні Алланың рахымы көбірек болады? Себебі 99 бөлігін қайда қалдырып отыр?
Өзін де қалдырып отыр да. Өзіңіз ойлаңыз, 99 бөлік жер бетіне түссе не болады? Онда вообще жаңағындай соғыс, жек көру деген сияқты нәрселер мүлде болмас па еді, түсінікті ғой. Сол үшін де пайғамбарымыздың осы хадистерде айтып отқан нәрсесі, яғни мына нәрсеге не істеу керек, ойлану керек деп жатыр. Уафи риуаятли муслим, басқа бір хадисте имам муслим риуаят еткен, жаңа айтқан сөзіміз, алла тағала не істеді? 99 рахымын, мейірімін қияметке не істеген? Қалдырған дейді. Не үшін? Ярхаму биха айбадаху яумал қияма. Көрдің ба? Құлдарын деп жатыр да. Айтып жатқан жоқ жаңағындай. Қандай құл екен? Күнәһар ма? Жаңа пасық па? Түсінікті ғой? Любой құлдарын айтып жатыр. Құлдарына не істеу үшін? Рахымын төгу үшін қалдырған дейді. Бұл келесі хадис. Енді ең соңғы хадисте пайғамбарымыз Муслимде келген хадисте айтады: "Ан Аби Аюб ал-Ансари радиаллаху анху хина хадаратуху ал-вафату". Абу Аюб ал-Ансари деген сахаба өзіне өлім халі жақындаған ғой. Сол өлім халі жақындаған кезде ол кісі былай деп айтқан: "Қала кунту катамту анкум шай'ан сами'туху мин Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Мен дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан естіген бір нәрсені дейді, осы уақытқа шейін сендерге не істемей жүрдім дейді, айтпай жүрдім дейді. Бірақ енді өлім келе жатыр ғой, қайтыс болайын деп жатыр. Бірақ өзінде бір білімді жасырып қалу не ол? Айтпай кету. Ол қауіпті нәрсе ол. Оған байланысты Құранда аят бар. Ондай адамдарға ертең не істейді? Арнайы жаза қолданылады. Түсінікті ғой? Бір нәрсені айтпай қалу, адамдарға жасырып. Міне соны айтып жатыр. Сол нәрсені айтпадым дейді. Бірақ қазір енді өлейін деп жатқаннан кейін қазір не істеймін? Уасауфа ухаддисакумух дейді. Сендерге соны айтам дейді. Уақад ухита бинафси, себебі маған не істеді? Өлім кеп қалды дейді. Сами'туху саллаллаху алейхи ва саллям яқул, пайғамбарымыздың былай деп айтқан естідім дейді. Лаула аннакум тузнибуна ла захабаллаху бикум дейді. Егер дейді сендер күнә істемейтін болсаңдар дейді, алла тағала сендерді не істейді? Жоқ қылып жібереді дейді. Ва халақа халқан, және басқа жаратылыстарды жаратып дейді. Юзнибуна фаяғфиру лахум, күнә істейтін жаратылыстарды жасап, жаратып. Олар не істейді? Күнә істейді, кейін алла тағала оларды не істейді? Кешіреді дейді. Түсінесіз ба? Яғни адамдарға былайша айтқан кезде күнә жасау, қателік жасау ол не? Свойственный нәрсе ғой былайша айтқан кезде. Түсінікті ғой? Біз не емеспіз? Періште емеспіз. Сол үшін адамдарда жалпы мынандай түсінік болу керек. Біз адамды жақсы адам деп айтамыз ғой. Жақсы адам деген сөз ол күнә істемейтін адам емес. Жақсы адам деген ол жамандық істемейтін адам емес. Бар болған жақсы адам деген сөз жамандығынан несі басым? Жақсылығы басым, бірақ оның жамандығы бар. Өйткені ол адам. Түсінесіз ба? Бірақ бізде не істеп алғанбыз? Біз жақсы адам деп нені ойлаймыз? Мүлде лақтырмайтын, мүлде жамандық істемейтін, мүлде түсінікті, сондай адамдарды ойлаймыз бір негізі. Бірақ асылында жаман адам, жақсы адам, оның да жамандығы болады, бар болғаны жақсылығы не болады? Басым болады. Сол үшін де мынау хадисте айтып отқан нәрсе сол. Егер күнә істемейтін адамдар болсаңдар, сендер күнә істемейді, сендерді жойып дейді. Күнә істейтін, кейін Алладан кешірім сұрайтын, сосын Алла оларды кешіретін, сондай қайтадан жаратылысын істейді дейді, жаратады дейді. Осы хадисті не істеп жатыр? Пайғамбарымыздан имам Муслим риуаят етіп жеткізіп жатыр. Яғни осы айтылған хадистерден және Алла тағаланың жаңағы аяттарынан нені түсіндік біз? Бізге лайықты болған мінез қандай болу керек? Үміт ету деген осындай нәрсе болу керек бізде. Алланың несінен үміт ету? Рахметінен, кеңшілігінен, кешірімінен үміт ету деген нәрсе болу керек. Керісінше мынау нәрседен аулақ болу керек. Жүректің жаңағы 44-ші дерті қандай? Алланың рахметінен күдер үзу. Күдер үзу деген сөз уже мүлде. Бұл күпірлік. Бұндай неге жаңағыдай нәрсеге, бұндай іске адамның жүрегі не істемеу керек? Бармау керек. Бұның барлығы жүректің амалдары ғой. Бұны сен қолмен, көзіңмен, тіліңмен жасай алмайсың бұны. Бұл жерде неде болады? Жүректе болатын іс амал. Сол себебі жүректе осындай амал жоқ па екен деп бір не істеп қоюымыз керек? Бір тексеріп қарап қоюымыз керек. Бар болса, Құдай сақтасын, бұдан тез жылдам арылып,
мына нәрсені кіргізу керек қой жүрекке, жаңағы аяттар арқылы, жаңағы хадистер арқылы. Түсінікті ғой? Яғни үміт. Уахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын. Келесі сабақта иншалла не істейміз? 45-ші дертті өтетін боламыз.